қоғамда Қазақстанның өзін-өзі басқару, мемлекеттік басқару мәселесі өзекті болып тұр. Қазақстанның дербестігінің 30 жылдығы таяп келе жатқан шақта қазақстандықтар демократияға дайын емес деп айту қателік. Қазақстандықтар өздерінің тағдырын, өздерінің өзін-өзі басқару құқығын толықтай ие болуына уақыт жетті. Қазір нақты айтатын болсақ, Сенат қабырғасында талқыланып жатқан ауыл, кент және аудандық деңгейдегі қалалардың әкімдерін сайлау мәселесі жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Жалпы социал-демократиялық партиясы осы мәселе бойынша өзінің ұсыныстарын, өзінің сын-ескертпелерін айтқан болатын. Бірақ қазіргі заң жобасы толықтай біздің, яғни қоғамның, халықтың мүддесін толықтай қамтамасыз етті деп айта алмаймыз. Өйткені бағанағы жоғарыда аталған ауыл, кент және қала әкімдері сайлау процесі толықтай демократиялық принциптерге сай бола алған жоқ. Заң жобасын әлі де кемелдендіру қажет. Өйткені кандидаттарға қойылатын талаптар тым жоғары, тым шектен шыққан қатал. Сондықтан тәуелсіз шынайы ауылдың патриоттары кандидат болып тіркелуіне мүмкіндіктер шектеулі. Жалпы социал-демократиялық партиясы осы тарапта өзінің бағдарламасына сай нақты ұсыныстарын айтқан болатын. Бұл ұсыныстар бойынша, өзгерістер бойынша біз әлі де күресімізді жалғастырамыз. Қазіргі уақытта осы деңгейдегі әкімдерді сайлаудың жаңа баламалы заң жобасы қажет. Осы жөнінде жалпы социал-демократиялық партиясы қоғаммен талқылау, пікір алмасу процесін жүргізіп жатыр. Біз халықпен санасу отырып, белгілі бір нәтижеге жетуіміз керекпіз. Яғни, болашақта тек ауыл, кент әкімдері ғана емес, облыс әкімдері, республикалық деңгейдегі қалалардың әкімдері тікелей халықтың сайлауымен жүзеге асуы керек. Рахмет.